Сасар лайк, возможно все. Купить квартиру? Легко. Успешный бизнес? Запросто. На работу? С комфортом. Стать фермером? Без проблем. Построить дом? Нет ничего проще. Сұлулық әлемді құтқарады дейді әйгілі орыс Федор Емельяникович Достоевский. Ал Жан-Клод Гельвецкий деген біреу ақыл-ой ұшқырлығы сұлулықтың орнын толтыра алады дейді. Ал Франсуа де Рошфокқа ақылға қандай сындарлы сұлулық қажет болса, тәнге де сондай сұлулық қажет дейді. Сұлулықтың салтанаты да гүлдің күніндей қысқа болады дейді Әл-Хорезми. Хорезмидің мынандай да сөзі бар. Сұлулықтан да зекет алу керек дейді. Ал Теодор Драйзер әйел тек әйелден ғана қорқады дейді. Онда да сұлуынан және ақылдысынан. Қайсет әлгі қазақтың бір жазушысы сұлу әйелді ит те қаппайды дейді. Оны мен өткен бағдарламада айтып қойғаным. Онда қазақтың бір әнінде сұлу қыз тоқтаңыз су іздеген деген бар. Бәрінен де сен сұлу деген де бар. Сұлулар бастайық. Мынандай сұлулықты көріп тоқтай алмай қалады екенбіз, онда бастайық. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Зе сұхбат. Зе сұхбат. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен Зе сұхбат. Сіздермен бірге Жәнібек және Эрик Скотт. Кристофер Якуб Бустрем айтпақшы, тәннің сұлулығына ең жақсы шипалы дәрі сергек әрі жайдарман көңіл күй деген сөзге сай, өзінің әдемілігімен оқырмандарына керемет көңіл сыйлап жүрген блогер, саяхатшы, бүгіннен бастап мен үшін әдемі сөзінің синонимі болған Сабина. Қош келдіңіз. Агроөнеркәсіптік кешенді қолдауға ағымдағы жылы 309 миллиард теңге субсидия қарастырылған. Оның ішінде өсімдік шаруашылығына 79,7 миллиард теңге, мал шаруашылығына 100 миллиард теңге, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге 8,4 миллиард теңге, қаржы құралдарына 120,4 миллиард теңге бөлінген екен. Сонымен бүгін біз бағдарламамызда Сабинамен субсидия жайлы сұхбаттасатын боламыз. Олай болса, бірінші сұрақ, Сабина, осындай сұлулығыңыздың сыры неде? Сыры ма? Білмеймін енді. Алланың яратты осылай. Екінші ата-анамның арқасы. Үшінші, конечно, оқу. Қайда түскетті мен? Әдеміліктің символы болған Мерлин Монро, егер мен барлық ережелерді сақтасам, мен ешқашан ешқайда кетпес едім депті. Сабина ханым, сіз ережелерді сақтайсыз ба? Қандай ереже? Қандай ереже? Онда жыл басында экономика министрі... Ереке, сән дегеніміздің өзі уақыт өте келе, сән әлемінен ығыстырылып жатқан нәрсе деген екен әйгілі Коко Шанель. Сіздің осылай әдемі болып сәнді киініп жүруіңіздің себепкері анаңыз ба? Иә, анам. Онда 2023 жылы ауыл шаруашылығы... Ереке қоя тұрыңыз. Сұлу да сымбатты Сабина. Өзіңізден басқа 3 сұлулық символ болатын жандарды атап бере аласыз ба? Мамам, әрине. Мама, әжем, сестрам. Сабина, бұрын елімізден шетелге ет өнімдерін көп шығарады. Ал керісінше қазір
Жақсы. Сабина, қазақта кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам деген сөз бар. Сіз сияқты сұлулықтың символ болғысы келіп жүрген қара көз қарындастарымызға не айтар едіңіз? Қандай ақыл айтасыз? Негізінде мен ойлаймын, қыздардың барлығы әдемі. Ондай қыз жоқ, әдемі емес деген. Барлық қазақтың қыздары әдемі. Допустим. Допустим. Сұлулық демекші. О, айта беріңіз. Сұлулық болса айта беріңіз. Сұлулық демекші. Сіз өзіңіздің көлігіңізбен 180-мен періп білетсіз. Періп деген анайы болса ұшып білетсіз. Алдыңыздан жау жүрек мың балаға түскен аян, рекетирде түскен саян. Саян. Сосын кім айтады? 1+1-ге қатысатын. Омар. Омар Қаян. Что-то таныс. Иә. Жау жүректе түскен сол аян, рекетирде түскен саян, сосын Омар Қаян. Ерте өтті. Үшеу берген. Жалғастырайыншы. Әдемілік Сіз тыңдап отырмын ғой мен. Әдемілік азат жанның және мықты денсаулықтың жемісі деген екен неміс ақыны беллетрист және композитор Шефер. Композитор ретінде Сакунтала операсын бірнеше рет жазған және бірнеше квартеттері бар Леопольд Шефер. Сакунтала операсын бірнеше рет жазған және бірнеше квартеттері бар Леопольд Шефер. Сіздің жалпы денсаулығыңыз қалай? Қандай аурудың түрлері сізге жақын? Типа мен қандай аурумен ауырам, иә? Қандай ауру түрлері сізге жақын? Көбінесе. Қандай ауру? Білмеймін. Ауырмай. Пока ауырмай. Пока жас болғасын шығар. Аллергия? Аллергия жоқ. Онда мынау Сакунталаны ойнаған неміс ақыны Леопольд Шефер. Сізге міндетті түрде сұрақ қойғыңыз бір связка керек пе осындай? Сакунтала деген. Бұлай ақ қоя берсеңіз болмай ма? Онда былай қойын. Акуна Матата демекші сіз мультфильм көресіз? Әдемі сұрақ. Жоқ, көрмеймін. Мультик көрмеймін, шын айтамын. Ғажап жауап. Менде бір сұрақ. Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Әрнешік бойларынан адам жақсы көрерлік, көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмасам онысы бар ғой деп көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілісте сырлас кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге жөнделер, үйренер деген үмітім де жоқ. Бұлардың бірі де жоқ. Бұл қалай? Бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да анық тірі емеспін. Әшейін осылардың ызасынан ба, өзім ыза болғанынан ба, яки бөтен бір себептен бе, еш білмеймін. Сыртым сау болса да ішім өліп қалды. Ашулансам ызалана алмаймын, күлсем қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлдегімдікі. Қайратты күнімде қазақты қиып өтен жаққа кетпек түгіл өзін жақсы көріп үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп үмітімді үзген кезде өзге жаққа барып жатты қылып, үйір боларлық қайрат, жалын сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыс кеудемін. Тегінді ойлаймын, бұ да жақсы өлер. Бұ да жақсы өлер кезде әттеген ай, сондай қызықтарым қалдау деп қайғылы болмай. Алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай өлуге. Бұл не ол сұрақ ба?
қалдым мен. абай атаң ба? Абай атамыздың 9-шы қара сөзі ғой. Ендеше дәл осындай позитивпен блиц сұрақтарға көшейік. Қандай сұрақтар? Блиц. Моцарт әлде Леопольд Шефер? Моцарт. Прада немесе Лексус? Лексус. Бетке айту немесе көңілге қарау? Көңілге қарау. Мал шаруашылығы немесе егін шаруашылығы? Мал шаруашылығы. Арамдық баю немесе адалдық кедейлік? Адалдық. А? Адалдық. Әдемілік немесе ақылдылық? Әдемілік. Брэд Питт немесе Ален Делон? Брэд Питт. Ақылды өтірікші немесе ақымақ шыншыл? Ақымақ шыншыл. Сүйетініңді бірінші айту немесе күту? Бірінші айту. Ажырасу немесе шыдау? Ажырасу. Диана немесе шах? Шах. Көлсай немесе Анталия? Көлсай. Көктем немесе күз? Күз. Көктем. Жаңбыр. Өзің сүю немесе өзіңді сүйгенді сүю? Мені сүйсін. Мені емес. Бердібек Соқпақбаев немесе Оралхан Бөкей? Оралхан Бөкей. Бөкей ма? Атақты неміс ақыны, мемлекеттік қайраткер, ойшыл және табиғат зерттеушісі Йоган Вольфганг фон Гете сұлулықты көрген жан кейде жалғыз жүруі мүмкін деген екен. Сіздей сұлулықты тірідей көргеннен мен де жалғыздықпен дос болсам ба деп қорқып отырмын. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы әдемі, сұлу, сүйкімді Сабина. Келгеніңізге көп рахмет. Бағдарламамызды атақты Ләйла Сұлтанқызының сөзімен аяқтағымыз келеді. Көріскенше сау болыңыздар. Бітті ма? Сіз ішкен жерден ішсем бола ма? Стоп. Қоп кетсінші.